ғалымдар қанттың көптеген ауруға алып келетінін анықтады. Таяуда ақш-тағы Стэнфорд университетінің ғалымдары зерттеу жүргізіп, онда тек жүкті әйелдер қатысты. Олар екі топқа бөлінген. Бірінде толық және семіз әйелдер топталса, екіншісінде қантты қалыпты мөлшерде тұтынатын дені сау болашақ аналар жиналған деп хабарлайды. Егер де осы зерттеудің нәтижесінде не болғанын білдіңіз келсе, онда видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз, ұнаса тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Нәтижесінде зерттеушілер бірінші топтағы әйелдердің, яғни олардың құрсағындағы сәбидің туа бітті жүрек ақауына шалдығу қатері 8%-ға артатынын байқаған. Өз кезегінде бұл қандағы глюкоза мөлшерінің артуымен байланысты. Ал екінші топтағы болашақ аналар мен сәбилердің бойында ешқандай өзгеріс болмаған. Осылайша ғалымдар жүкті әйелдерге құрсағындағы сәбидің қауіпті дертке шалдығуына сеп болмауын ескертеді. Сондай-ақ қантты тұрақты түрде, әсіресе көп мөлшерде тұтыну энзимдердің жойылуына әкеліп соғады. Ал энзимдер мидың ерте қартаюының және адам қартайған кезде пайда болатын Альцгеймер ауруы сияқты дерт түрлерінің алдын алады. Тиісінше ол өз кезегінде Альцгеймер ауруы сынды дерт түрлеріне алып келеді. Көбіміз білмеуіміз мүмкін, бірақ ересек адамдар үшін күнделікті тұтынатын қалыпты қант мөлшері 5-6 шай қасық болып саналады. Сондықтан деніңіз сау болсын десеңіз, ғалымдардың кеңесіне құлақ асып, өзіңіз тұтынатын тауарлардың заттаңбасына назар аударыңыз. Себебі қазіргі уақытта көп өнімдердің құрамында қант бар. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Поделиться бастырмасын басып, елмен бөлісіңіз. Және де қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Себебі бұдан кейін шығатын бұдан да мықты, бұдан да күшті, бұдан да жақсы видеоларды жіберіп алмас үшін. Мына видеодан өзіңізге керекті пайдалы ақпарат алдыңыз деп ойлаймыз. Бар болайық, бай болайық. Бәрінен де денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық.